Ассаляму алейкум достар. Мен Кока-кола ішпеймін. Ол зиян. Оданша қапталған шырын ішемін деген сөздерді осы уақытқа дейін дастархан басында неше рет естідіңіздер? Қазіргі таңда кез келген жиында дастарханда қапталған шырын мен газдалған сусындар қойылады. Адамдардың газдалған сусынды даттап, қапталған шырынды жақтағаны дұрыс деп санайсыздар ма? Иә, олай болса сіздер қатты қателікке жол берген екенсіздер. Мұндай адамдарды догматизмге шалдыққан деп айтылады. Олар әлде бір затты тексермей жатып-ақ, оған шешім шығарып қояды. Бұл әрине сананы бұзады. Енді мен өз көзқарасымды айтайын. Неге адамдар коланы зиянды сусын деп ойлап жүр? Таныстарыңыздан сұрап көрсеңіздер де болады. Жауабын комментарийге қалдырыңыздар. Оны міндетті түрде оқитын боламын. Олардың жауабы көбіне құрамындағы қанттың шектен тыс болуы, асқазанды ерітіп жібереді, қақты ерітіп жібереді, семіздік ауруына алып келеді. Иә, бұл жауаптар интернетті жаулап алған. Ал егер мен сіздерге мұның барлығы жалған десем, сенесіздер ме? Қапталған шырын мен коланы салыстырып көретін болсақ, коланың құрамындағы қант қапталған шырынның құрамындағы қанттан 1 грамда аспайды, яғни тең. Оның үстіне олардың құрамында бірдей дәрежеде калория бар. Иә, газдалған сусынды көп пайдалансаңыз да зияны жоқ емес, бірақ оның зияндығы қапталған шырыннан аса қоймас. Коланың құрамындағы қант мөлшері күнделікті шайға қосатын қанттан артық болмайды. Бірақ қантты көп қоса бермеңіздер, жабысып қалуы мүмкін. Но это не точно. Ары қарай кеттік. Әлемдік ғалымдардың айтуы бойынша, нақтысына келсек, ресейлік ғалым Сергей Бельмер газдалған сусындардың дәмін кіргізу үшін алма, лимон немесе ортофосфорлық қышқылдың қосылатынын айтып өтті. Мәселе осы жерде. Біздің асқазандағы тұз қышқылы жоғарыда аталып өткен қышқылдардан әлдеқайда күштірек. Және де олар асқазанымызға ешқандай да зиянын келтіре алмайды. Әрине, бұл айтылған сөздер асқазаны ауыратындарға қатысы жоқ. Бұл денсаулығы дұрыс азаматтарға арналған теория. Кейбір ақылды азаматтарымыз ет стейкі коланың ішінде бірер күн тұрса, етті ерітіп жібереді дейді. Достар, бұл әңгімеге мүлдем сенуге болмайды. Бұл нағыз жалған. Сіздердің ақылдарыңыз бар ғой. Тіпті ет коланың ішінде 1 апта тұрса да еш нәрсе өзгермейді. Ғаламторда мұндай эксперименттер жеткілікті. Тоқ етеріне келгенде, дені сау толықтай жұмыс жасап тұрған асқазанға коланың еш зияны жоқ. Және гастрит пен жара болуына да ешқандай қатысы болмайды. Ғаламторда коланың темірдегі қақты кетіріп жатқанында көріп жүрміз. Осы жерде айта кететін бір жайт бар. Негізінде қақты лимон қышқылы кетіре алады. Және де кез келген түрлі қышқыл қосылған сусындар арқылы қақты кетіруге болады. Сондықтан, мұндайды дұрыс санамасаңыз, лимон қосылған шайдан да бас тартсаңыз болады. Ол да зиян. Осы уақытқа дейін түрлі эксперименттер жасалып, Кока-коланың ешқандай да зияны жоқ екені дәлелденіп қойған. Әрине, тиісті мөлшерде қолдансаңыз. Сіз бір күнде 20 литр кола сусынын ішсеңіз әрине зиян. Себебі бұл мөлшерден тыс. Әркімнің иығында өз басы бар. Сондықтан кез келген жерде ойлана шешім қабылдау керек. Мысалы, темекінің сыртқы қорабында денсаулыққа зиян деп жазылған. Ал коланың сыртында жазылмаған. Мүмкін расында да зияны жоқ шығар. Ойланыңыздар. Олар бәрібірде Кока-коланың ақшасы көп. Олар сені де, сарапшыларды да, ғалымдарды да, Google'ды да барлығын сатып алып, өздерінің сөздерін сөйлетіп қойды деп жар салады. Ондайлармен сөз таластырып қажеті жоқ. Себебі Абай атамыздың өзі де сөз түсінбейтін ақмақтардан күнде жеңілемін деген екен. Егер де сонда да ерекшеленіп, қапталған шырын ішетін болсаңыздар, естеріңізде болсын. Шырынның құрамында да дәл сол коланың құрамындағы заттар бар екенін есіңізден шығармағаныңыз жөн. Өмірде кез келген тағам зиян болады. Әрине, егер де дұрыс мөлшерде пайдаланбаса. Егер де сіз семіріп кетсеңіз, оған пайдаланып жатқан тағамыңыз кінәлі емес. Оған кінәлі сіздің оған деген көзқарасыңыз. Тек қана тамақтанып, бір орында отыра берсеңіз де бұл жағдай жақсылыққа алып келмейтіні хақ. Әр қадам сайын коланың зиян екендігін де айта берген дұрыс емес.
әсіресе оның алдында қапталған шырын ішкен болсаңыз. Бұл нағыз екіжүзділік болмақ. Кімде-кімнің намысына тиетін сөздер болса кешірім сұраймын әрине. Және де менің айтқан сөздерім соңғы инстанция деген сөз емес. Ең бастысы, денсаулықтарыңыз мықты болсын достар. Арнамызға жазылыңыз. Видео ұнаса лайк басыңыз. Кола жайында пікір қалдыруды да ұмытпаңыз.